Алло, саламатсыз ба? Айқын Жәнібекұлы ме екен? Саламатсыз ба, иә, тыңдап тұрмын. Құттықтаймыз, сізге онлайн конкурстан 500 мың теңге көлемінде қаржы ұтып алуға мүмкіндік туып тұр. Сондықтан тек қана 1-2 шартымызды орындасаңыз болғаны. Шынымен бе? Ол қандай шарттар? Біз қазір сізге SMS арқылы бір номер жібереміз. Соған конкурстың шарты бойынша алдын ала 50 мың теңге салып жіберсеңіз, кейін 500 мың теңге ұтысқа ие боласыз. Жарайды, байқап көрейік. Полиция департаменті ескертеді. Егер сіздің ұялы телефоныңызға қоңырау шалып, банк қауіпсіздігі қызметінен деп өзін таныстырса, және банк карталарының реквизиттерін сұрастырса, сенбеңіздер. Бұл интернет алаяқтық. Банк қызметкерлері ондай ақпараттарды ешқашан талап етпейді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабы 2 тармағына сәйкес алаяқтық, яғни бөтенді мүлкін жымқыру немесе алдау, сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемдену мүлкі тәркіленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 3 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, немесе 4000 айлық есепті көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына 1000 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, немесе 4 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, бас бостандығынан айыруға жазаланады.